Сәлем достар, сіздермен бүгін дәмі тілді үйретін, оңай дайындалатын және де әдемі көрінетін өте пайдалы тауықтан жасалған салат жасайтын боламыз. Бұл салатты кез келген жиындарға қойсаңыз болады. Бізге керекті ингредиенттер: тауық еті, балғын қызанақ, тұздалған қияр, салат жапырағы, укроп, жүгері және де майонез керек болады. Ең алдымен тұздалған қиярымызды видеода көрсетілгендей етіп турап шығамыз. Балғын қызанағымызды да видеода көрсетілгендей етіп, орташа көлемде бәрін бір келке етіп турап шығамыз. Достар, егер салаттарыңыздың ингредиенттерін бір көлемде бірдей етіп турайтын болсаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі көрінетін болады. Енді тауық етін де видеода көрсетілгендей етіп көлемде турап аламыз. Бұл салатқа кез келген тауық етін қоссаңыздар болады. Менде тұздалған тауық еті копченый. Осы тұздалған тауық етін қосатын болсаңыздар, салаттарыңыз одан әрі дәмді ерекше болып шығады. Ендігі кезекте укропымызды да осындай бір келкі көлемде етіп турап аламыз. Салат жапырақтарымызды да видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Барлық ингредиенттерді қосып, үстіне сары жүгерімізді қосып, өзіміз ұнатқан майонезімізді қосамыз. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш қоссаңыздар болады. Мен кішкене тұз қостым. Сонымен барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Осылай жақсылап араластырып, дайын болған салатымызды әдемілеп тарелкемізге салатын боламыз. Өте дәмі ерекше дәмді болып шығады. Кез келген той жиындарға қойсаңыздар болады. Келген қонақтарыңыз сізден рецептін сұрап, сізге рахметін айтатын болады. Дайын болған салатымызды осылай ұсынсаңыздар да болады, немесе сырды үгіткіштен өткізіп, үстіне осылай сепсеңіздер де болады. Осылай жасасаңыздар, салаттарыңыз өте әдемі, ерекше көрінеді және де дәмі одан әрі дәмдірек болады. Осымен майонезбен тауық етінен жасалған өте ерекше болып шығатын салатымыз дайын. Қыздар, жасап көруге кеңес беремін. Өте жеңіл және жасалу жолы өте оңай. Сіздермен болған мен Назерке. Егер видеом пайдалы болса, маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздердің әрбір лайктарыңыз, пікірлеріңіз мен үшін үлкен қолдау.